көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Соған орай көк шайдың құрамындағы заттардың пайдасы мен зияны және хош иісті сусынды қай кезде ішуге болатыны, сондай-ақ қандай жағдайда одан бас тарту керек және шай жапырақтарын қалай дұрыс әзірлеу керектігі жайлы мәлімет ұсынады. Көк шай дегеніміз не? Көк шай Қытай, Жапония, Үндістан және Ява аралдарында өндіріс қажеттіліктері үшін өсірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Ал жас жапырақтар сопақша тәрізді болады. Бір қызығы, көк және қара шайды алу үшін бірдей шикізат қолданылады, бірақ оларды өндіру технологиясында айырмашылық бар. Кептірілген қара жапырақтар жақсы фермендеуге кейін алынады. Көк шайды өндіру нәзік технологияларды қолданумен ерекшеленеді. Тотығу процестерін тоқтатуға жаңа піскен жапырақтарды 2-3 минутта өңдейтін бу көмектеседі. Содан кейін оның дымқылдылығын алып кептіреді, яғни мылжылап түйіршіктерге қабықшаға ширатады. Сосын өнім хош иісінің дәмін және пайдалы қасиеттерін тұрақты сақтау үшін оны дайын болғанша кептіреді. Құрамы көк шайды өңдеуге арнайы технологияны пайдалану химиялық құрамынан алуан түрлермен ерекшеленетін сапалы шай өнімін алуға мүмкіндік береді. Органикалық қосылыстардың арасында шайдың дәміне әсер ететін иілік заттектер бар. Шайдың хош иісті болуы себебі эфир майларымен үйлесуінде. Ол катехиндер мен амин қышқылдарының таусылығында жағымды әсер етеді. Көк шайдың құрамындағы кальций, темір, калий, мырыш, фтор, фосфор, иод және мыс секілді пайдалы микроэлементтер өмірлік процестерге оң әсер етеді. Шай жапырақтары зат алмасу процестерін жақсартатын А, С, Е, К, Р витаминдеріне бай. Көк шайдың пайдасы: көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Ас қорыту процесін ынталандырады. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс шегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Көк шай емдік, дәрі-дәрмектік әсер етеді. Оның құрамында танин, катехин және иілік заттектер болғандықтан ол қатерлі ісік ауруларымен күресуде тамаша антидепрессант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамында С витамин және мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады екен. Құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы Р дәрумен мен кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін, ал теин ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Көк шайда адамның жұмысқа қабілеттілігін жақсартатын кофеин бар. Кофеин алкогольді шай татиинмен байланыстырған күйде болғандықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді. Бірақ ол кофеинге қарағанда жұмсақ болады. Құрамында иодтың болуына байланысты қалқанша безі ауруларына шалдығу қаупін азайтады. Микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады екен. Несебайдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісінуін азайтады. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Көк шай ұзақ өмір сусыны деп есептеледі. Көк шайдың әйелдерге пайдасы: көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізінде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандыру және ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Сусын әйелдердің климакс кезеңінде жалпы жағдайын жақсартуға қабілетті. Оны сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде пайдалануға болады. Ерлерге пайдасы: көк шай ер адам организміне пайдалы. Көк шайдың құрамында жыныс жүйесінің және тірек қимыл аппараттарының қалыпты жұмыс істеуіне көмектесетін марганец бар. Оның қатысуымен тестостерон гормоны өндіріледі. Шайды қоюлап ішу кезінде кофеиннің ынталандырушы әсері ағзаның стресске қарсы жұмыс істеу қабілеті мен төзімділігін арттыруға көмектеседі.
көк шайдың бауырға әсері сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартып, Р және С витаминдеріне көмектеседі екен. Бүйрекке көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ол токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл оларды ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі екен. Көк шайдың негізгі зиянына келетін болса, көк шай қалыпты нормадан пайдалану кезінде ғана пайдалы болады, есіңізде болсын. Сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз, және ол жүрек қан тамырлары аурулары кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Сондай-ақ көк шайды нормадан тыс ішу сүйек тығыздығының төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеліп соқтырады екен.